Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін ойындардағы жасырын скримерлер жайлы сөйлесеміз. Демек, топ ойындағы скримерлер емес, ол қызық емес, ойыншылардың бір ісінен кейін шығатын скримерлер жайлы. Сіздер менен қорқынышты видео сұрайсыздар. Так что, міне. Қараңғыны қосып, наушник киіп, жарықты сөндіріңіз. Ал енді қызық еместен бастайық, яғни қорқынышты еместен. Мына сүйкімді аюға қараңызшы. Dying Light ойынында. Бұл сүйкімді аюны бассаңыз, жақсы көретінін айтады. Бұдан асқан жақсы сөз бар ма? Мынадан басқа. Әлде мынау, немесе мынау. Жақсы, бүгін бізде қорқынышты видео, так что болды. Сөйтіп, аюды ұзақ уақыт баса берсек, то мынау болады. Осы кезде оны жайына қалдыру керек, алайда ойыншылар қоймайды. Мен күмәнданамын, бірақ мені көретін ата-ана болса, балаңызға жақсы көремін дейтін ойыншық алып бермеңіз. Мүмкін бұл сүйкімді оңбағандар жарылғыш затқа толы. Так, мен айтуға ұмытып кеттім. Бұл Doom ойыны. Егер белгілі бір картада айнаға қарасақ, түсінікті шығар. Пасхалкаларды іздегенде түсінгенім, пасхалканы қосу үшін бірдеңе жасау керек. Не деген ақылдымын? Бірдеңе істеп, бірдеңе басып, атып, ал кейде түк істемесең де пасхалканы қосуға болады екен. Мысалы, Mortal Kombat 9 ойынында крипто режимінде CS-тегі кейсті ашу сияқты. Бірақ бұл жерде затты алу үшін адамды өлтіру керек. Жай ғана осы режимді ашып, барып, шай жасап келіңіз. Адамдардың қол аяғын жұлмай тұрып. Біраз уақыттан кейін мынау шығады. Five Nights at Freddy's Treasure Island ойыны осыған ұқсас. Ойын менюсы FNAF ойнағандарға үйреншікті. Осы ойын менюсында аюдың орнында Микки Маус болады. Егер ештеңе баспасақ, ол сізге тесіліп қарайды. Келесі ойын Resident Evil 4. Үшінші главаның бір картасында қайықпен жүзу керек. Бірақ олай істемесе де болады. Жай жағасында тұрып, балықтарды шошытсақ болды. Сіздерге ең нашар скример көрсетейін ба? Міне, өкініштісі мен бұрын байқамаған шедевральный ойында бар екен. Ол Call of Duty Black Ops 3. Оны көру үшін жай ғана снайпермен бір ғимаратқа қараймыз. Әрине, кез келген ойыншы бұны көріп, кірпіш тастайды. Но, неге оригиналды бір нәрсе ойлап табылмады? Фотоны интернеттен ала салғанша. Әйтеуір Бэтмен және Бэтмен. Rocksteady ойынға 3 жасырын скример салыпты. Қорқынышты емесі ол Джокер. Arkham Knight'тың басында ойыншыға кез келген батырманы басу керек. Сонда Джокер өртенеді. Ал егер сіз отпен ойнап, өшіріп, қосып, қайталасаңыз, Джокер айғаймен атып тұрады. Arkham City'де қайықта бір жасырын бөлме бар. Сонда кірсек, көптеген қоңыздар террариумын және Джокердің баскесерін көреміз. Басында өлі секілді көрінеді.
соңғы және керемет жасырылған скример. Бэтмендегі пасхалкалардың ішіндегі ең жақсысы. Так, қызықтырдым. Енді кішкене баяндама. Бұл ойынды ойнағандар Мэн-Бэтті ұстау тапсырмасын білетін шығар. Бэтмен сияқты, бірақ керісінше. Мэн-Бэт ол үлкен жарғанатқа ұқсас монстр, бірақ бұрын адам болған екен. Роберт Лангстер, ғалым, ДНК құрамасын зерттеуші, көрмейтін, естімейтін адамдарға көмектесу үшін жарқанат ДНК-сынан дәрі жасайды. Дәріне өзіне енгізіп көреді. Өмірі сөйтіп өзгереді. Бір нәрсе есіме түсті. Как больно! Ойында қосымша тапсырмада осы монстрды ұстау керек. Орындасақ, Мэн-Бэтті адам кейпінде қамап қояды. Осында қашан келсек те, ол сол жерде отырады. Алайда 31 қазан Хэллоуинде ойын ойнасаңыз, монстр қалада пайда болады. Қайтып келсек, камерада әйнек сынғанын, ішінде ешкім жоқ екенін көреміз. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.